Негізі енді жан түршігерлік резонансты оқиғалар көбейіп кетті. Соған қатысты жалпы бүгінгі таңдағы қазақ әйелдерінің қасіретті тағдырын, оның проблемасын шешуге және оның жан айқайын естіп, сол жан айқайына сәйкес шешім қабылдау қажет деген пікірмен депутаттық сауал жолданды. Өздеріңізге белгілі, біз 2020 жылдан бастап елімізде осы балалардың қарсы қылмыс, балаларға қарсы әйелдердің қауіпсіздігін сақтауға байланысты жүйелі шаралар қабылданып келеді. Депутаттық корпус тарапынан да осы жазда ғана бірқатар заң жобаларына өзгерістер енгізілген. Бірақ дегенмен бұл тоқтамай тұрған, толастамай тұрған, қабылданған заңдарымызда кей жағдайда орындалмай тұрған факторлар бар екендігін атап өткіміз келеді. Сондықтан да біз қыркүйекте жалпы осы зорлық зомбылықты қылмыс деп тану, оның ішінде тіпті әйелге жеңіл желпі ұрып соққанның өзінде, қандай да бір жеңіл желпі жарақат алғанның өзін қылмыс деп тану секілді бірнеше баптарды, түзетулерді енгіздік қылмыстық кодексқа. Қыркүйектен бері осы балалардың құқығын қорғау және әйелдердің қауіпсіздігін сақтауға байланысты заң концепциясы үкіметте қарауда. Өткен аптада жұма күні осы Әділет министрлігіне қарасты ведомствоаралық комиссияның отырысы болды. Сол комиссияда кейбір түзетулер ішінара қолдау тапты, кейбір түзетулер мүлдем қолдау таппады. Сондықтан да бүгінгі депутаттық сауалымызға сәйкес және мемлекет басшысының бүгін заң үстемдігі, тәртіп орнату, осы балалар мен әйелдердің құқығын қорғауға қатысты айтқан тапсырмаларына сәйкес үкімет осы заңның концепциясын қайта қарап, оң қорытындысын беріп, үкіметке жұмысқа жолдайды деген үмітпен, сеніммен жолдап отырмыз. Енді әрине ешкім әйелді қорлап өлтіруге хақы жоқ. Әйелді қорлаған қылмыскер ол қылмысқа сәйкес жазасын өтеуі қажет. Егер баланы зорлаған педофил болса, ол өмір бақи бас бостандығынан айырылу қажет. Және қазір бостандыққа шыққан педофилдар, олар өмір бойы құқық қорғау органдарының түгел бақылауы мен қадағалауында болу қажет. Біздің ұсынып отырған заң жобасындағы концептуалды түзетулер осы. Бүгін қазіргі эфирді пайдалана отырып, үкімет мүшелеріне, жалпы шешім қабылдайтын азаматтарға әрине пікір әртүрлі болады. Бірақ дәл осы заңға қатысты шешім қабылдар кезде жалпы құқықтық, мәдени, адами осы бір өремен қабылданса деген ой бар. Жұлдыз ханым, жалпы сөзіңіз аузыңызда парламентте неге әйелді қорғау, әйелге қарсы қылмыс көру соншалықты қиын болып жатыр, қанша жылдан бері? Бұл парламентке байланысты емес қой. Біз парламент жоқ, сіз түсініп тұрған жоқсыз. Депутаттар заң қабылдайды, бірақ бізде бекітілген конституцияға сәйкес регламент бар. Конституцияға сәйкес заңның шығару функциясы үш органда. Бұл президент, үкімет және парламент. Кім қарсы осы заңға? Парламент, мен сізге жаңа ғана айттым ғой, үкімет қарсы болып отыр. Біз қазір бұл заңды жаздық, концепциясын түзетуді жасадық. Үкімет деген кім? Қай министрлік? Халық білсін, қай министрлік әйелдерді қорғауға қарсы болып жатыр? Қараңыздар. Үкімет болғанда Әділет министрлігіне қатысты. Әділет министрлігі қарсы болып жатыр ма, қазір осы заңға қарсы? Сіз аяғына дейін тыңдасаңыз, сіз қазір ер азамат ретінде, халық нақты жауап зорлық, зомбылық туралы. Сіз ер азамат ретінде әйелді қазір болмысты қолдап, түзетулер, заңдар әрі қаралды, бері қаралды. Неге қарапайым әйелді қорғау бізде сонша әйелдерге қарсы зорлық, зомбылық? Ержан, тыңдаңыз. Біз сіздің эмоцияңызды түсініп отырмыз, бірақ дегенмен. Сіз енді тақырыпты білетін болсаңыз, зорлық, зомбылықты қылмыссыздандыру деген 2017 жылы болды. 2017-ге дейін ол қылмыстық кодекстің ішінде болған. Дұрыс па? Енді қараңыз. Қазіргі таңда 22 жылы президент жолдауында айтқаннан кейін алғашқы қадамдар жасалды. Ал енді неге деген сұраққа келген кезде менде мынандай пайым бар. Мен оны факт деп айтпаймын, өйткені сіз айтпақшы. Ешкім білмейді. Фактыны қараңыз. Бұған дейін неге қылмыссыздандыру деген кезде, мысалы сарапшылар былай деп айтады. Өйткені жыл сайынғы қылмыстық істердің негізгі пайызы осы тұрмыстық зорлық зомбылық болғаннан кейін статистиканы жамандатпас үшін істелінген деген бір сөз. Статистиканы бұзбау керек. Жоқ, 17 жылға дейін болған. 17 жылға дейін. Енді қазір алғашқы қадам жасалып жатыр, бірақ енді біз енді келісейік та, біріншіден бүгінгі президенттің айтқанында бар,
ешқандай зорлық зомбылыққа төзу деген болмау керек, айыптау деген қатаң болу керек. Иә. Қоғамда бар ма? Ол бар. Енді келесі қадам заң. Заңға келген кезде мен сізбен толықтай қосыламын, мен оған қосымша айтар едім. Бізге қылмыстық кодекске кіргізу емес, мысалы әлем бойынша Скандинавия елдері жалпы балалар мен әйелдердің құқығын қорғаудан бірінші орында тұр. Олар сонау 70 жылда бастап кеткен. Бізге велосипед керек емес. Ол жерде мынандай заң бар. Әйелдің жеке өміріне қол сұғылмаушылық туралы заң деген. Яғни ондай заң ішінде жаңағы барлық әйелді қорғайтын нормативтер болады. Бізге негізі, мысалы, педагогтердің статусы туралы заң бар ма? Бар. Басқа да мысалы заңдар қабылданып отыр. Неге бізге әйелдің статусын, өйткені әйелдің статусы деген бізге проблема болып тұрғаны өкінішке орай, жаңа Жұлдыз ханым айтқандай, қорғансыздың күнін көріп отырған азаматтардың, біздің азаматтар ғой елдер, 50%-дан астам аналарымыз, қыздарымыз. Мен өзім сізге қойған сұрауға мен жауап берейін. Бізде осыған қарсылық білдіріп жатқан мемлекет басындағы парламенттегі адамдар көбісі тұрмыстық зорлық зомбылыққа бейім адамдар. Кеше ғана министр болған адамдар нетілік жасалған. Жұлдыз Сүлейменова жаңа айтты, қарсы болғандар да болды деп. Ертең дәл осы қылмысты әбден жасауы мүмкін. Енді әрине өздеріне қарсы заң қолданғысы қай тұсына қарсы болды Жұлдыз? Мен Сіз айтсаңыз, қай тұсына қарсы болды? Жаңа қарсы болғандары болды. негізі Неге қарсы адам жоқ, болады? сіз тыңдаңыз. Ержан, енді. сіз Аяғына жалғыз дейін сөйлеңіз. тыңдаңыз. Я Мен Жұлдызға тек сөз қана- беріңіз. Кезек сөйлейік. Сіз тек қана енді өзіңіз сөйлеңіз, немесе бізді тыңдаңыз. Біз сізді тыңдап тұрмыз ғой, мәдениеттілік сақтап. Бірінші мәселе бұл Әділет министрлігіне қатысты ведомствоаралық комиссияның отырысы болды. Ол отырысқа біз 5 депутат заң жобасын әзірлеушіміз. Депутаттың бастамашылары. Бұл Аймағамбетов Асхат Қанатұлы, бұл Нартай Аралбайұлы, бұл Бейсенбаев Елнұр Сабыржанұлы, бұл Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызы, бұл Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы. Біз Заң қалай аталады? Толық. заңға қатысты осы заңның концепциясын ұсындық. Заң Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдердің құқығын қорғау және балалардың қауіпсіздігін сақтауға байланысты өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы. Енді маған жалпы мына жерде бар ғой, сіздердің позицияларыңыз ұнамай тұр. Тергеп және маған сондай дауыс көтерудің қажеті жоқ. Сіз өзіңіз мәдениеттілік сақтаңыз. Бүгін айтып тұр ғой, бұзақылық, мәдениетсіздік болмасын деп. Мәдениеттілік сақтаңыз. Егер олай болмаса, онда мен ары қарай бұл эфирде қалмаймын. Өйткені менің ойымша мына жерде эфирде ой талқы немесе пікірталас жасайын деп тұрған жоқпыз. Жоқ, сіз заң құраушысы Жоқ, енді заң жобасында не жазылған? Не жазылған және кім қарсы деп жатырмыз ғой? Не талқыланды? Соны тыңдайық. Жауабыңыз жоқ болса айтыңыз, мен жауабымды беремін. Ержан. Тыңдайық, Жоқ, Жұлдыз. жауап бар. Негізі енді Жұлдыз ханым, сөйлеңіз. негізі жауап бар. Негізі бірақ бұл жердегі ең негізгі мәселе үкіметтің сол мүшелері бар. Мен қайтадан айтып тұрмын. Бұл ведомствоаралық комиссияның отырысына мен өзім барып қатысқан жоқпын. Бірақ бізге қорытынды келген жоқ. Заң дүйсенбі күні мәжіліске ену керек еді, ол жақтан енбей отыр. Сәйкесінше ішінара кейбір нормаларға қарсылық танытқан мүшелері бар. Бірақ олардың кім екендігін мен өзім сол жерде естіп қатыспағандықтан айта алмаймын, этикаға сәйкес. Түсінікті. Демек, заң жобасы талқыланып жатыр. Мен Ержан Мырзабаевтың эмоцияға толы сөзін түсінем. Дәл осындай, осы жағдайда отырған көрермендеріміз де бар экранның ар жағында. Өйткені осы соңғы кездері жан түршігерлік оқиғалар көп болып кетті. Әйелдің құқығы тапталып жатыр, расында да жұдырықтың астында қалып жатқан әйелдің құқығы осындай эмоциялардан тапталады деп ойлаймын. Сондықтан да біз эмоцияны қолға ұстауды, психологиялық тұрғыдан мәдениеттілік сақтауға үйренуіміз қажет. Енді Дана Өмірбайқызы, менің ойымша, бұл негізгі принцип та осы жерде. Бұл осы эфирдегі мәдениеттіліктің өзі еркек пен әйелдің арасында қарым-қатынасты көрсетеді деп ойлаймын. Жақсы. Желі қолданушылары Қуандық Бишімбаев заң бойынша өзіне тиесілі мерзімін толық атқарса, дәл мұндай қайғылы оқиға болмас еді дейді. Мәселе әділет бар ма, жоқ па деген сұраққа келіп тіреледі. Тіпті қазір тергеу жүріп жатқанның өзінде ел түрлі нәрсеге жорып жатыр. Бұның арты не болады? Бұл бір рет құтылып шығып кетті. Марқұмның туыстары өте қатты алаңдап отыр. Әлеуметтік желілерде өзінің пікірін айтқан кезде, ана сүйекті жууға кірген адамдар тіпті мәйіттің қандай жағдайда екенін жазған кезде сай сүйегін сырқырайды. Расында да жап-жас өмір, сұп-сұлу келіншек, енді басталып жатқан, бүр жарып келе жатқан керемет өмір еді, бірақ дәл осылай қиылу керек педі. Басқа да оқиғалар хабарымыздың басында айтылып кеткендер. Бұл енді біздің қоғамдағы
болып жатқан жағдайларға бейжай қарамайтын адам үшін өте ауыр, айтуға да, көруге де. Бүгін біз Шыңғыс Мұқан мырзамен әкелер форумында кездесіп, мен бұл кісіні студияға шақырдым. Шын айтқанда, әйелдерге қатысты зорлық зомбылық оқиғалары осылай әлеуметтік желіге тарап кетіп жатқан кезде, ең бірінші әйелдер шырқырай бастайды. Әйелдер жаза бастайды, әйелдер айта бастайды. Ал менің өзім әкелер форумында отырған кезде, ең бірінші өре түрегеліп, әйелдерге қорған болатын біз ғой деп, әкелер неге шықпады деп отырдым ішімнен. Неге ер азаматтар шықпайды? Неге әйелдерімізді біз таптаймыз? Әшейінде айтқан кезде қыз төрде отырады қазақта. Қыз деген бұл өрісіңнің кеңейгені деген сияқты. Үмітіңнің жанғаны, деп айтып жатамыз. Сөз бар, тіл бар, тіл жоқ деген осы. Шыңғыс Мұқан, сөйлеңіз. Жалпы бұл мәселе кешегі Бейшімбаевтан басталған жоқ, және онымен өкінішке қарай аяқталмайды да. Егер статистика қарайтын болсақ, 2019 жылдары 400-ге жуық әйел өзінің заңды күйеуінің қолынан қаза тапқан екен. Былтыр 70-ге жуық дейді. Бұның өзі азайғандық емес, бұның өзі сұмдық жағдай. Енді бұл қоғамның проблемасы. Бұл жалғыз депутаттардың проблемасы емес, жалғыз үкіметтің проблемасы емес. Қоғамның проблемасын егер депутаттар заң шығарып шешіп тастайтын болса, бұл керемет проблема болар еді. Шешілетін проблема болар еді. Өкінішке қарай депутаттар заң шығарса да ол мәселе шешілмейді. Депутаттар заң шығарады. Оның орындалуы егер санаулы депутатқа байланысты болса, заңның шығуы, ал оның орындалуы, сол заңды орындайтын мыңдаған, 10 мыңдаған полицияның қолына өтеді ертең. Ол қалай орындайды? Әңгіме осы да. Сондықтан бұл жерде қоғамдық мәселе болған соң, кез келген проблема ушыққан кезде момент пайда болады. Сол моментті пайдаланып, біз бұл мәселені өзектендіріп, телеарналарда, қоғамдарда, тіпті балабақшалардан бастап айтуымыз керек. Үлкен мәселе бар екен. Сондықтан сол проблема туындаған кезде ғана? Бұл жерде туындамаған жағдайда, осы Бейшімбаевқа дейін талай болды ғой, бірақ ешкім үндемей отырды ғой. Міне, осындай шарықтау шығын дағдарыс дейді бұны. Дағдарыс жағдайында өзгеріс келеді. Осы дағдарысты пайдалана отырып, бұл комплексті, кешендік мәселе. Бір жағы заң, бір жағы құқық қорғау азаматтары, екінші жағы қоғамның өзі деген сияқты атқарушылар бар. Сондықтан бұл мәселеге біз біріншіден жан-жақты келуіміз керек. Жан-жақты келудің бір шарты, мен жағамды ұстатқан жағдай. Бейшімбаев кісі өлтіріп, қасақана болуы мүмкін, мен қазір білмеймін. Кісі өлтіріп жатқанда қоғам екіге бөлінді ғой. Ол әйел дұрыс істеді дейді. Сондай адамдар бар. Және олар арамызда. Және олар жасырынып отырған жоқ, әлеуметтік желілерде жазып жатыр. Бейшімбаев дұрыс істеді дейді? Дұрыс істеді, себебі әйелдер соңғы уақытта жаңағындай көптеген жаңа еркектеріне қарсы шығып жатыр дейді. Сондай біз қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Кеше ғана осы бір имамды естідім. Имамның алдында жамағаты бар. 100 ба, 200 ба білмеймін. Сол айтады. Егер әйелің дұрыс қарамаса, саған теріс қарап жатып ал дейді. Оған да бағынбаса, оны ұру керек дейді. Ол өзіміздің имамдар айтып отыр міне. Сондықтан қоғам бір ауызды болу керек қазір. Әйелдің құқығы деген ол әйелдің құқығы емес, ең бірінші адамның құқығы. Адамның құқығынан бастауымыз керек. Ол жынысына, болмаса жасына қарамай, ең бірінші адамның құқығы тең. Оның мүмкіндіктері де тең болу керек. Мен осы мәселе бойынша бірнеше пост жаздым. Көптеген әйелдер менің жекеме жазып жатыр. Енді жалпы біз қоғамды қайтадан тәрбиелеуіміз керек деп өзім түйдім. Себебі үйінен әйел адам күйеуінен таяқ жейді, төркініне барады ғой. Қайтарып жібереді. Төркін қуып жібереді. Не деген сұмдық? Бір әйел жазыпты маған, мен үйім сол үшін күйеуіме бармайым дейді қайтып. Сол үшін мен әке шешеммен бет жыртысып, әке шешемді
олар мені көргісі келмейді. Көрместей Себебі болдым. енді сен сүйекке таңба бастың. Енді сен біздің қызымыз емессің деген. Сөйтіп ол басқа жақта тұрып жатыр. Менде сізге бір Көрдім, сұрақ болып тұр. көрдім, Сіз көрдім. енді әлеуметтік Мен енді- мәселеге қатысты заң мен аяғына әкімнің дейін орынбасары болдыңыз ғой, аяғына дейін мысалы. айтып жеткізейін. Оңтүстіктегі осы проблеманы қалай шешуге болады? Сондай жағдайлар бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл қазіргі жағдайды пайдаланып тек парламентарийлар емес, бүкіл қоғам Қоғам болып талқылап күресуіміз керек өзінің дейсіз ғой. құндылығын қайта қарау керек. Иә. Алматыда Сол бар енді- қызметкерінен зорлық көрген Ұлжан полиция мен прокуратура қызметкерлерінің немқұрайлылық әрекетін айыптап президенттен көмек сұрады. Енді мен Ұлжанның сөзінен ауызша цитата келтірсем. Мен адамын, ананың құқығы елімізде қорғалуы тиіс. Мен жыныстық зорлық зомбылық қана емес, енді моралдық зорлық зомбылықтың да құрбаны атандым. Құқық қорғау органдары маған қысым көрсетіп, зорлық көрсеткен адамға сеніп отыр. Енді қараңыз, зорлық жасалған сәттің видеосы бар қолда. Іс ашылатындай ақ жағдай бар. Бірақ неге оған полиция қарамайды дейміз? Полиция деген кезде Талдықорғандағы қараңыз ендігі жағдай. Полиция тұрғындарды қорғайды деп сеніп жүрміз, ал өзінің жұмыс орнында полиция басқармасының бастығы Марат Күштібаев 27 жастағы қызды өз кабинетінде зорлап, сендей әдемі қызға протокол толтырғызбаймыз деп қызды жыныстық қарым-қатынасқа мәжбүрлеп тиіскен. Оны әлеуметтік желіден оқып отырсыздар. Енді кабинеттен қызға тиесілі гигиеналық заттармен ер адамның шауқат ізі табылды. Тіпті осындайды оқимын деген менің шиықтасам түсіме кірмейтін дүние. Көрген көзім шықсын, қазақша айтқанда. Мынау енді сұмдық қой. Осындай полицияға сеніп отырмыз, әділет бола ма, болмай ма? Жаңағы бүгінгі бағдарламаны енді біз талқылау үшін жасап отырмыз. Иә. Бір жағынан, бірақ екінші жағынан бұл пайдалы болсын да бағдарлама. Иә. Мен мынаны айтайын. Жаңа Шыңғыс мырзаның бір екі сөзі бар. Қараңыз, бізде қоғам біріншіден екі-ақ проблеманы көтерейінші. Біріншіден біздің қоғам патриархалды. Осы идеядан арылуымыз керек. Патриархалды деген не? Бізде мачизм бар. Еркек үстемдігі, еркек бірінші орында деген. Жаңа өзіңіз айтыңыз ғой, адам, бәріміз адамбыз ба, тең құқықтың проблеманы көтеру керек. Ол бірден қойыңыз. Сосын екіншісі, бұл барлығына көрермендерге айтайын. Бүгінгі президенттің айтқан төзбеушілік және кез келген қандай зомбылық болсын, оның барлығына жаңағы қоғам болып қарсы тұруымыз керек деген мәселеде мынада жатыр. Тұрмыста зомбылық болған кезде, мысалы 22 жылғы президент тапсырмасынан кейін қазір арыз жазып керек емес. Қазір куәгерлер болса, немесе видео. Қазір бәрі деген бізде керемет қой. Бір машинасы соғылып қалса, видеоға түсіре салады. Неге бізде не көршілері, не туған туысқандар, жаңа сіз айтпақшы, төркіндер, басқалар, бәрі деген осы қылмыстың қатысушылары, покрывательство дейді ғой, қылмыстың жабушылары осы сол қыздың туған туыстары мен көршілерімен күнде көріп жүрген азаматтар. Мына азаматтарға айтып отырғаның ең басты мәселе. Бәріміз жауаптымыз. Біз жауапкершілікті жаңағы кінә анауда, Бішімбаевта, басқада неде емес, көрдіңіз ба, куә болдыңыз ба, менің үйім шетте емес, бұл сіздің ертеңгі күні қарындасыңыз болуы мүмкін, бұл сіздің Құдай сақтасын анаңыз болуы мүмкін, басқа бір туысыңыз болуы мүмкін. Сіз немқұрайлылық таныту арқылы ертеңгі күні бұл қылмысты қолдаушы және сол қылмысқа қатысушы. Осы тезисті халыққа түсіндіру керек. Осы тезисті халыққа дәріптеу керек. Сіз егер жеке өзіңіз басыңызға қатысты болмайынша бұның барлығы ой ана әлеуметтік желідегі проблема деп жүре бересіз, бұл мәселе ертеңгі сіз неге де келеді? Көрдіңіз ба? Сондықтан төзбеушілік деген мәселе, немесе кез келген қылмысты жабушылық, кез келген қылмысқа немқұрайлы қараушылық деген мәселеге келген кезде біз мына нәрсені білу керек. Ертеңгі күні ол қылмыстық кодекске кіре ме, кірмей ме, жаңа полицейлер орындай ма, орындамай ма, ол бәрі механизм. Басты мәселе алғышартта жатыр. Ал алғышартқа келген кезде біз тура сол қылмысты көріп тұрып көзімізді жуамыз. Біз тура сол қылмысты көріп тұрып, ой, бір күн ұрады, екінші күн ұрмайды дейміз. Біз тура сол қылмысты көріп тұрып, ертеңгі күні бәрі жақсы деп көзімізді жауып жүреміз. Қазбек мырза, мәселе қоғам жауып жатыр, қоғам сөйлемей жатыр, қоғам проблема деген кезде біз деген сын айтуға бәріміз сарапшымыз, дайынбыз сын айтуға. Сіздер сынды тоқтата тұрыңыздар. Сіздер ең біріншіден сол қылмыстың алғышартын біз әрдайым қылмыс болғаннан кейін өртті сөндіруге тырысамыз. Керек емес. Әуелі сол қылмыстың алдын алу. Енді қараңыз, Қазбек мырза. Сынды айтылу керек міндетті түрде, бірақ міндетті түрде оны жабуға керек емес. Қылмысты жаппайық. Мен баршаға айтамын. Сіздің көршіңіз, туыстарыңыз қандай да бір осындай оқиғаға тап болдыңыз ба? Айтыңыз, жазыңыз. Сіз өйткені ол әйел айта алмайды. Өйткені ол әйел қорқақ. Өйткені ол әйелдің экономикалық басқа да тәуелділігі бар. Ал сіз егер куәгер ретінде айтатын болсаңыз,
куәгер ретінде Бірақ бұл қатысатын бап болсаңыз, қазір бар. проблема шешіледі. Бұл бап Бар, қазір бар. енді қолданбай Иә, отыр ғой. иә. Мен соны айтқым Қазбек келіп мырза, отыр. қараңыз, ұру соғуда ғана емес қой мәселе. Психологиялық буллинг Әрине. басында. Иә. Абьюзерлік, иә? Харасмент бар. бар. Бәрі бар. Содан кейін қараңыз, мысалы Салтанат Нүкенова бірнеше мәрте рет туған туысқандарына айтқан екен, жақын құрбыларына айтқан екен. Мен ол кісіден кеткім келеді. Ол осындай мінез көрсетеді деген Көрдіңіз ба? нәрселерді. Сигнал бар ғой. Иә, дабыл Сигнал бар. қағылып отыр. Бірақ ол өзі жазбаса, полицияда ештеңе істей алмайды. Ал жаңағыдай туған туысқандары. Жаңа мен айтайын, сол заңды түсіндіргім келіп тұр да. Заң бар, айтайықшы барлығына. Заң бар бар. ондай. Заң ол жерде көршісі айғақ беретін болса, сонымен қатар нақты видеодан айғақ болатын болса, жәбірленуші арызды жазбай-ақ қылмыстық іс қозғалады. Осыны айту Бұл керек. биыл шілдеден бастап енгізілген Ана норма. көрдіңіз ба? Бұл Біз қазір бар. айтып отырмыз, Иә. қылмыстық кодекс, қылмыстық Сосын қашан екінші қолданбай отырмыз. нәрсе, егер бір рет татуласса, сосын соған қарамастан қайтадан осы жәбірленушінің факті тіркелсе, онда екінші қайтара олар татуласпайды. Яғни бұл мәселе тағы да қарастырылған. Бірақ дегенмен, менің ойымша сіз жаңа айтып тұрсыз ғой, қылмыстық кодексқа ене ма, енбей ма, біз бұндай патерналистік мәселеден кетуіміз керек. Біз айтып отырған жаңа сіздің айтқан харасмент мәселесі де, жәбір көруші мәселесі, сосын бар побой, ұрып соғу мәселесі бұған дейін 2017 жылы қылмыстық кодекстан алынып тасталған. Одан кейін барып преследование, яғни ізіне түсу, аңду, сонымен қатар ең негізгісі травля, буллинг. Бұған дейін егер әлеуметтік желі тағы да басқа травля, буллинг жасайтын болса, баптың болмағандығына байланысты оны дәлелдеу де және соған қатысты іс қозғау да мүмкін емес еді. Енді менің ойымша үкімет бүгінгі депутаттық сауалдан кейін, бұдан бөлек мемлекет басшысының бүгінгі жалпы осы мәселеге нақты мызғымас ұстанымын білдіргеннен кейін, менің ойымша ол жерде да ой бөлінеді. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек, және Қазбек мырза дұрыс айтты, біздің қоғам патриархалды қоғам. Егер біз алаш зиялыларын көп айтамыз, алаш зиялылары бізді экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан дамуға бағыттады. Ең негізгісі, ең алғашқы романдарының өзі осы әйелдің теңдігіне арналды. Бақытсыз жамал, қорғансыздың күні, енді ол бер жағында, мысалы ұлпан, ақ білек, тіпті бер жағындағы гауһар тасты алып көрейік, бұның барлығы біздің қазақ қыздарының, қазақ әйелдерінің жалпы қасіретті тағдыры. Біздің отбасындағы кейбір сол кезде қалың малды олар аяушсыз әшкерелеп жазды, бірақ қалың малдың артында қызға деген бір адам ретінде қарамайтын. Сондай патриархалдық озбырлық құндылықтан біз бас тартуымыз қажет. Бүгін айтты ғой, жалпы құқықтық мәдениетті жүзеге асыру. Енді мен өзім осы заң жобасында негізгі бір орталық жауапты мемлекеттік орган белгілеуді ұсынып отырмыз. Және ол жерде біріншіден құзыреттілігін айқындау. Ол қазіргі таңда бәрінің басқа алып қашып отырғаны ішкі істер министрлігі өзіне алғысы келмейді. Оқу ағарту министрлігінде балалардың құқығын қорғау туралы комитет бар. Ол жерде енді әйелдің құқығына байланысты мәселені алғысы келмейді. Ол да түсінікті. Екінші, ақпарат және бізде жалпы бұған дейін ақпаратты қоғамдық даму министрлігі болды. Жалпы отбасыға, жастарға байланысты мәселе сол жерде болды. Бұл мәселе кешенді емес, шашыраңқы жан-жақта қарайтын болғандықтан түбегейлі бір жауапты органның болмауынан мәселе қарастырылмай тұр. Мені алаңдататыны, мысалы отбасында әйелді ұрып жатқанда куә болып көріп отыратын оның баласы. Яғни баласы бірінші стресс алады. Баласы уже ол травма, стресстен кейін ол кей жағдайда зерттеулерде өзде буллинг жасайтын болады. Немесе буллингті көретін болады. Яғни бұл жерде біз психологиялық көмек, немесе реабилитациялық бағдарлама жүргізуіміз қажет. Ал бұны жүргізейік десек, бізде не есебі жоқ. Бізде жалпы статистикасы жоқ. Және бәрі бір-біріне қолын сілтеген мемлекеттік органдардың позициясы. Рахмет, Шыңғыс Мұқан. Мен Қазекең мен Жұлдыз ханымның әңгімесін жалғастырғым келеді. Қазақ қоғам үлкен трансформациядан өтіп жатыр. Негізі әлі көпшілігіміздің санамыз аграрлық қоғамда патриархалды жүйе басым екенін өзіңіз жақсы білесіз. Ол жерге шынында да еркектер керек, қол күші керек, жұмыс жасайтын. Сондықтан осы жағдайда біз қалай неден бастауымыз керек? Жаңа Қазекең жақсы айтты. Кез келген нәрсе ол әйелге қарсы жасалсын, еркекке қарсы жасалсын, балаға қарсы жасалсын, ол қылмыс. Қылмысты айта білу
ол мәдениет. Оны мәдениетті мектепте үйретеді. Оны үйретпесек, біз құқықтық негелестерді тәрбиелейміз. Мен Америкада 2 жыл тұрдым, сонда балам 2 жыл бірінші, екінші сыныпқа барды. Сон бір күн үйге келеді. Әке дейді, егер маған тиісетін болсаң, менің құқым бар екен, өзімнің құқым бар екен. Сенен төмен емес екен дейді. 6 жасар балаң айтып отырған. Осындай бізге телефон бер, осыған хабарласыңдар. Болмаса көршілеріңе айтыңдар деп айтты дейді. Мен кәдімгідей ренжіп, мынау не әкесіне қарсы шыға ма деп. Сосын қарайтын болсам, Қазақстанда қаншама бала, әйелдердің әңгімесі бір жақ, қаншама бала тұрмыстық зорлық зомбылық көреді екен. Олар білмейді қай жаққа хабарласатын. Себебі олардың мектептен үйретпейді. Сондықтан мектептен бастап әр адамның қыз балаға да, ұл балаға да сенің құқығың бар деп айтып өсіру керек. Бұл өте маңызды мәселе. Оны ата-ана түсіну керек сосын. Жоқ, соны қоғамда балалар туралы заңды білесе, бізде қабылдағысы келді. Қаншама шу соқты. Бала әкесіне жаңа арыз жазама деген. Бізде деген ата-ананың психологиясы да емес оған. Сіз баланы қоя тұрыңыз. Әке-шешесі бар ғой, ертең көрдіңіз ғой, әлеуметтік желіде оқысаңыз, ойбай, мына заңды қабылдасақ дейді қазір. Менің түсінігімде бүкіл қоғам қарсы шыққан жоқ. Жоқ, ол жерде арнайы топ әлеуметтік желіде белсенділік танытып, сол топтың резонансқа айналдыруының арқасында қайтаруына. Бұл проблема Жұлдыз бір мәселесін жалғастырып жіберейінші, өте жақсы айтты. Зерттеу бар. Егер әкесі шешесін ұратын болса, соны көріп өскен бала 70-80% өзінің әйелін өскен соң ұрады екен. Көрдіңіз ба? Мынау инерция. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді. Инерциямен біздің бүкіл болмыс бітіміміз бен мінез құлық моделіміз біз балаларға береміз. Сондықтан бұл жерде жаңа әкелер форумында осы мәселе көп айтылды. Бірінші баланы емес, бірінші әке ата-ана өзін тәрбиелеу керек және баланы үйретпеу керек, оларға үлгі болу керек. Сонда ғана келесі ұрпақ осындай жағдайлардан сәл де болса ада болады. Данаға мен жалпы Ержан мырза. Былай ойлаймын да, бізде қарап тұрсақ, үкіметте проблема бар, қоғам санада проблема бар. Сөйтіп бір шықпайтын бір күрмеу шешілмейтін мәселе болып көрініп жатыр да. Негізі шешім өте қарапайым. Біз қазіргі таңда мемлекеттік қызметкер ол халыққа қызмет ететін адам. Халықтың мүддесін қорғау керек адам. Менің ойымша, соңғы оқиғалардан кейін біз барлық мемлекеттік қызметкерлерді отбасы құндылықтары бойынша профпригодность дейді. Кәсіби жарамдылықта тексеруіміз керек. Бір мемлекеттік қызметкер отбасына жағдай нашар болатын болса, ол ешқашан халыққа жанашыр болмайды. Бір мемлекеттік қызметкер отбасында зорлық-зомбылық көрсетіп жатса, ол ешқашан тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы жұмыс істемейді. Соны қолдайтын заңға дауыс бермейді ешқашан. Сондықтан олар ең бірінші барлық нәрсе санада. Әкім, министр, барлық деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлерге осыны қабылдау керек, жасау керек, іске асыру керек адамдардың барлықтарын отбасы құндылықтары бойынша профпригодность. Екіншісі, барлық мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдарда міндетті түрде 90-на бір рет, 3 айда бір рет бүкіл ұжымға отбасы құндылықтары бойынша арнайы семинар, тренингтер, курстар, оқулар енгізу керек. Мектепке келсін, жиналысқа қатыссын, кітап оқысын. Егер біз адамдардың өз қалауына қалдыратын болсақ, күтіп отыра береміз осылай қалай жүретін. Бұл же мемлекет өзінің мүмкіндіктерін күшін қою керек, кәсіпорын басшысын міндеттеу керек, 90-да бір рет отчет бересің. Мынандай спикер шақырдым, мынандай курс өткіздім, осынша адам қатысты. Молодец. Сол кезде ғана біз қоғам ішінде барып түсіндірмесек, ешкім келіп мына жағдайлар бір түсініп алайын, біліп алайын, өзгертіп алайын демейді. Күніге әйелімді ұрып жүрейін, бір психологқа барайыншы, неге әйелімді ұрып жүрейін деп ешкім ойламайды. Бұны біз барып сол адамдарға жеткізіп түсіндіруіміз керек деп ойлаймын. Рахмет. Хабарды дайындау барысында құқық қорғаушылармен де кеңескен едік. Мамандар тікелей эфирде айтылсыншы деп мынаны аманат еткен еді. Эфирге беретін материалымызды қосыңыз, режиссер. Көбіне әйелдер барар жер бас тартауы болмаған соң амалсыз арызын қайтарып алады. Күйеулерінен қорқады. Нәтижесінде іс тараптар татуласты деп тіркеледі. Ашығын айтқанда олай емес қой. Жәбірленуші үйіне барған соң қайта тепкінің астына қалады. Мұны заң жүзінде реттеу қажет. Содан кейін менің журналист ретінде тағы бір ортаға салатын ойым, мүмкін сіздердің көзқарастарыңыз басқа болатын шығар. Мынау трэш жанрында жасалатын ток-шоулар біздегі. Әсіресе бір отбасында болып жатқан жанжал, бірінің үстінен бірі жасалып жатқан буллингі, я болмаса бірінің жаңағы ішкі, жеке
ақпаратты сыртқа лақ еткізіп шығару, ол фото бола ма, ол мысалы бірінің үстінен жиналған материал ма, соны ортаға салу, менің ойымша бұл жақсы тенденция емес. Жалпы қоғамымызды алға жетелейтін дүние емес. Бұл шын айтқанда тергеу барысында ғана айтылатын материалдар. Ал оны жаһанға жария салып, ток-шоу жанрындағы материал ету, осыған сіздердің көзқарастарыңыз мен қарсымын сіздің пікіріңізге. Себебі тағы да жаңа өркениетті елдерге мысал келтірейінші. Мен таңғалатынмын. Бір кішкентай бір дүние болса, кішкентай бір баланы басып кете жаздады көлік. Себебі ата-анасы көз жазып қалып баладан. Оны бір видеокамера түсіріп алды көшедегі. Соны бір күн бойы хит ақпарат болады. Мен соны таңғалатынмын. Мына жақта басқа әңгіме жоқ па, болмаса бір мысық өрмелеп кетіп талға, оны бүкіл халық түсіріп, басқа жағдай жоқ, басқа шаруа жоқ па деп ойлайтын. Трэш ретінде көрсетуге, ол ток-шоу ретінде көрсету дұрыс емес шығар. Сіз де айттыңыз ғой, сөзімді бөлмеңіз деп. Мен де соны өтінгім келеді. Ол негізі керек екен. Мәселен, Бишімбаевтың ісіне байланысты көп адам осындай айтты. Бұл қоғамның емес, бұл бір отбасының жағдайы, оны ешкім жазбасын деді. Керісінше, ондай жағдай болса жазу керек, айқайлап айту керек. Сол арқылы әр адам, әр отбасы қоғам құндылығын қайта қарайды. Не құнды, не құнды емес қайта бағалайды. Құндылықтардың қайта қаралатын, сәл ұсталатын жері осындай жерлер. Сондықтан кез келген нәрсені менің ойымша ақпарат құралдар азаннан кешке дейін беру керек, ашып айту керек. Шыңғыс мырза, мен бір нәрсені айтқым келіп тұр. Шыңғыс мырза өзі негіз жазды бұны, өзі Фейсбукқа жазды. Жалпы бұл мәселені талқылау менің ойымша дұрыс шығар. Бірақ бізде кейбір бағдарламалар бар. Жастарды отырғызып қойып, ұрыс керіс қылып, отбасындағы жанжалды, немесе кейбір біздің әйел азаматтарын былай қарағанда болмысын қорлайтын мәселелерді, соны рейтинг көріп көрсетіп, соған мәз болатын сондай бағдарламалар бар. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Екінші үлкен мәселе, біз көбінесе тәрбиені мектептен сұраймыз. Бірақ тәрбиенің негізі біздің көріп отырған ақпараттық саясаттың жүзеге асырылуы. Біз бүгін жалпы біздің ақпараттық саясатта үлкен бір күйзелістің бар екендігін білеміз. Бізде рейтинг қуалап кеттік. Біз мысалы саналы, осындай қоғамдық сананы оятатын, кітапты оқуды насихаттайтын, отбасы құндылығын насихаттайтын, тіпті бүгінгі заңның үстемдігі мен құқық тәртіпті насихаттайтын қандай бағдарламалар айтыңыздаршы? Жүйелі осы каналдың осы бағдарламасы тек қана құқықтық мәдениетті насихаттап келді деп айтыңызшы. Бір бағдарлама жоқ. Ал оның есесіне бір айқай-шу, бірінің құқығын таптау, бірінің шекарасына кіру мәселесінде біз жан салмаймыз. Егер біз әлемнің үздік мемлекеттерін көрейік, Финляндия, Эстония, шетелге барған сайын телевизор қосып көретін болсақ, тіпті ютубтан қарайтын болсақ, оларда керісінше бұндай айқай бағдарламалар бәлкім бар, бірақ олардың уақыты да, эфирдегі уақыты да бәрі санаулы негізі. Сондықтан да менің ойымша трэш бағдарламалар сұрағына өте жақсы айтып тұрсыз. Бізде әкелер форумы ретінде шешетін алимент мәселесі бар. Біз үлкен мәселе бұл экономикалық зорлық-зомбылық. Біз оған әлі келген жоқпыз. Біз қазір психологиялық, физикалық осы зорлық-зомбылықтың деңгейінде тұрмыз. Бірақ зорлық-зомбылық сол физикалық, құқықтық, экономикалық бөлінеді. Ал экономикалық алиментті төлемей жүрген және алиментті өтеуде мемлекеттік саясат әлі күнге дейін қауқарсыз екендігін айтуымыз қажет. Заң бар. Бірақ ең негізгі мәселе заңды орындату. Ал заңды орындатуға келген кезде біздің ішкі істер министрлігіне қарасты азаматтарымыздың өзі қызды қорлап отырғаннан кейін, бұл былай барғанда енді өте бір, білмеймін, бұдан әрі сондай бір дүние болмау керек секілді да, біз мүлдем өтіп кеткен секілдіміз. Басынан бастап біздің қоғам патриархалды қоғам деген сөзді айтып отырмыз, осы патриархалды қоғамда әйел мен ер азамат арасындағы тепе-теңдікті іздеу жолында заң шығарушы органдар жалпы билікке, жалпы мансабын өсірем деген әйелдердің қатарын көбейтуіміз керек пе? Осындай белсенді әйелдердің көбейгені
мәселемізді шеше ме? Әрине шешеді. әрине Қараңыз, шешеді. ең Бұл просто жаңа біріншіден конституцияда Скандинавияны арнайы айтып бап жатырық бар қой. ғой. Біз жынысымызға, тілімізге, нәсілімізге қарамастан осы мемлекетті басқаруға біздің хақымыз, құқығымыз бар. Міндетті түрде. Қазіргі Бұл квотаның сол, өзі жеткілікті деп негізі, айтасыз ба, Жұлдыз? ол квотадан бөлек, мен мысалы Аманат партиясының трансформациясы ретінде біз әйелдер қанатын құрдық. Иә, бізде патриархалды бір қатып қалған дүние бар. Байтал шауып бәйге алмас. Мәселе біз барып, шауып барып бір билік алуда емес. Мәселе әлеуметтік проблемаларды шешуде, әйелдің үнін жеткізуде. Бірінші Шауып мәселе. барып билік Екінші мәселе жалпы Хабарымыз аяқталып келеді. негізі әйелдің өте белсенді, лайық, біліктілігі бар әйелді билікке соны біліктілігін дайындау керек және билікке мүмкіндік беру керек. Квота, бүгінгі таңда квота ол бүгінгі саяси реалии. Алдағы уақытта біздің белсенділігіміз артқан сайын ол квота да артады. Эфир аяқталады. Рахмет. Байтал шауып бәйге алмас деген сөзді Жұлдыз Сүлейменова бекер айтып отырған жоқ. Мәселе билікте емес, мәселе әйелдің де құқы емес, мәселе адамның құқында болып тұр. Бұл әңгіме әлі жалғасады біздің студиямызда. Бүгінше осы аман сау болыңыздар.